Ертеңіне Еркебұлан жұмысқа кеткен кезде бұлардың үйіне Жұлдыз келді. Бір түннің ішінде кірпігі кіртиіп, өңі солып қалған. Түнімен ұйықтамағаны көрініп тұр. Үйде Қырмызы жалғыз еді. Бұ да түнімен көз іліндірмей шыққан. Үйінің ондай-мұндай заттарын жинап, қазір тағы ойға беріліп, босағада сүйеніп тұрған. Егер Жұлдыз менің сондағы сәбиім болса, кеше қалай сезбеді? Сезуі керек еді ғой. Дәл осы сәтте есік қоңырауы шылдырлай жөнелді. Ана жүрегі бұлжытпай танды. Сол келген Жұлдыз екеніне сенген соншалық жайшылықтағы кімсің дейтін сұрақты да ұмытып кетті. Қолы дірілдеп кеткен Қырмызы тиекті босатып, сәл шегініп кіріңіз деді. Есік ашылды. Жарық дәлізде табалдырықты аттай алмай Жұлдыз тұр. Екеуі бір-біріне қарап қалған. Қырмызы енді түсінді. Япырмай, айнымаған Базаргүл ғой, тек қас-қабағы ғана пойыз басып кеткен әкесіне ұқсаған. Қырмызының кенет буыны босап кетті. Бұдан әрі шыдай алмады. Айналайын-ай, бар екенсің ғой деп құшағын жайып аңырай қарсы жүрді. Көзінен жасы мұншақтаған Жұлдыз тек мама деп қана үлгірді. Осыдан 18 жыл бұрын айырылған Қырмызы мен Жұлдыз енді ағыл-тегіл жылап құшақтасып, аймалап сүйісті. Әйтсе де тіпті күдіксіз болайын деді ме? Қырмызы қызының бүгін сағатсыз білегіне қарап өзіне аян 2 тиындықтың көлеміндей меңді көрді. Енді бұрынғыдан бетер оның көзінен жасы ытқып-ытқып кетті. Мәз-мәйрам боп бой жетіп қалған Жұлдызды сол кездегі жас бөбегіндей бауырына басты. Әлсін-әлсін қысты. Мейірі қанғанша сүйді. Әттең не керек? Жұлдыздың өзінің қыз емес екеніне және Еркебұланды өзі таппаған осы қуаныштың үстінде ол айта алмады. Соңынан айтпақ болды. Әсіресе кішкентайынан бауырына басқан жалғыз ұлын менің балам емес деуге аузы бармады. Асығатын да, өзін де Еркебұланын да аяды. Шынында да Еркебұланды менің балам емес деу оның ойына дәл қазір кіргенде жоқ еді. Бірақ Қырмызының бір рет сен қайғыңнан мені құлыным Еркебұланым ғана арылтты деген сөзіне қарап, Жұлдыз енді Еркебұланы өзінің ағасы екеніне шек келтірмеді. Және осы бір қуанышты болса да, қайғылы болса да қуанышты кезінде ештеңені анықтауды ойламады. Бәрі де өзіне өзі түсінікті секілді болып көрінді оған. Көңілі кенет бұлқан-талқан бола қалған Жұлдыз бұдан әрі тұра алмады. Жүрегін бір ұят өртеп бара жатқандай екі бетін басып үйден асыға шығып кетті. Әттең не керек? Екеуі бұдан әрі әңгімелесіп барлық шындықты түсініспеді. Ал ол түсініспеген күңгірт жағдай бұларды бұдан да ауыр күйге апарып соқтырарын екеуі де білмеді. Ал туған анасын тапқан қуанышы, сонымен қатар жүрегін күйдірген махаббатының өкініші, ұяты, азабы Жұлдыздың жанын қоярға жер тапқыздырмай түні бойы көз ілінбей шықты. Ертеңіне түс кезінде жүгін көтеріп вокзалға келді. Пойызы жүргелі тұрғанда ол автоматтан Еркебұланның үйіне телефон соқты. Телефон трубкасын Қырмызы алды. «Мама, бұл сіз бе?» деді Жұлдыз. Қырмызы Жұлдыздың даусын бірден таныды және «мама» деген сөзі жүрегін жылтып жіберді. «Я, қалқам, менмін ғой». «Мама, кешіріңіз, бірақ менің сөзімді мықтап тыңдап алыңыз», деді ол әзер-әзер сөйлеп, даусы жасқа булыға. «Мама, мен тапқан қуанышымды қайта жоғалттым. Еркебұлан екеуміз қосылмақшы едік. Енді міне қара бет болып өз күнәмнан өзім арылғалы, алыс жаққа кетіп барамын. Көп кешікпей жүремін». Кенет ол солқылдап жылап қоя берді. Қош болыңыздар. Сөйтті де телефон трубкасын іле салды. Тық-тық ұрған телефон трубкасына «Жұлдызым, тұра тұршы, тыңдашы» деп шешесі қызымен сөйлеспек боп абыржи қалды да, оның телефон трубкасын іліп тастағанын біліп, өкпесі аузына тығылып, алқына дереу такси шақырды. Бір сұмдыққа ұшыраған жүрегі сезді. Таксимен дереу ең алдымен 2-ші Алматыға, сосын 1-ші Алматыға барды. Еш жерден Жұлдызды таба алмады. Осы бір сағаттың ішінде Жұлдыздың батысқа, шығысқа, оңтүстікке, солтүстікке жүрген 4 пойыздың қайсысына мініп кеткен біле алмай, 2 сағаттан кейін дел сал боп үйіне қайтты. Біреуге бірдеме деуге аузы бармай, диванға сылқ құлады, өкіріп жылап қоя берді. Сол күні Жұлдыздың жатақханасына барған Еркебұлан да сүйген қызын таба алмады. Тек дел сал боп үйіне қайтып келе жатқанда, оған кездескен Жұлдызбен бірге жататын бір орыс қызынан өзі туғалы ең алғашқы суық хабарды естіді. «Она уехала насовсем из Алматы с другом, которого раньше любила», деді қыз. «Он только вчера вернулся из армии». «Куда уехала?» деді сауық хабарға әлде жете түсінбей Еркебұлан.
Не знаю, деді қыз. Қыздың Жұлдыздың бұған айт деген сөзін қайталап тұрғанын Еркебұлан білген жоқ. Екі иіннен су кетіп, кенет соқыр болған адамдай жарық дүние көзіне көрінбей, ол үйіне қайтты. Сол күннен бастап Еркебұлан іше бастады. Адамның көп қасиеті мінезімен байланысты. Егер кісі асқан дарынды не ғаламат иесі болып, мінезі өзгеге дегенде тар не кекшіл күншіл жаратылса, бұл бір орасан қырсық. Мұндай адамның халыққа деген жақсылығын кейде мінезінің жамандығы жеңіп кететін кездер болады. Еркебұлан қанша биязы мінезді, кең көңілді, жомарт жанды болғанменен, оның мінез құлқының бір кемістігі барды. Бірақ бұны тіпті жамандыққа санауға болмас. Әйтсе де оны ескерген жөн шығар. Еркебұланның бір айыбы, бір нәрсеге берілсе тоқтау білмейтін, сол нәрсеге жан-тәнімен берілетін. Әрине бұл оның кемістігі. Творчествалық іздену тәрізді игілікті істерде болса бір сәрі ғой, оны тіпті жақсылыққа жатқызар едік. Ал арақ-шарапқа әуестену, не карта, тағы сондай керексіз ойындарға берілу тәрізді жексұрын әдеттерге келгенде бұл жаман қасиет еді. Әсіресе Еркебұлан тәрізді қызығымпаз адамға, орысша айтқанда увлекающая натураға, керексіз нәрсеге беріліп дер кезінде тоқтамау нағыз трагедия болатын. Шу дегенде Жұлдыздың күйігі шыдаттырмай іштірсе, енді ол әрберден кейін араққа тіпті салынып алды. Бұған жолдас жоралары да жәрдемдесті. Әсіресе Еркебұланның мұндай мінезін білетін Қайназар оғаш, тоқта ішуді қой демеді. Жолдасын мүддем маскүнем еткізгісі келгендей, Еркебұланды қайдағы жоқ ішкіш жастармен таныстырды. Солардың қауымына кіріп кеткен Еркебұлан енді жобасын да ұмытты. Жұлдызды да аузына алуды қойды. Бір-екі айдың ішінде бүгін арақты қайдан тауып ішем деп ойланатын күйге жетті. Енді оған кім арақ берсе, сол үшін жақсы жолдас болып көрінетін. Әрине бұл жолдастардың ішінде сол бұрынғы қалпындағыдай Қайназар ерекше орын алатын. Ол әрқашанда Еркебұланды ұмытқан емес. Қай уақытта оның басы қатты ауырады, не істесе жазылады, бәрін біледі. Тек Қайназардың білмейтіні Жұлдыз бен Еркебұлан екеуінің арасында не болды, сол ғана. Ал Еркебұлан мас кезінде де Жұлдыз жайында еш сырын ашпады. Қайназар ма, әлде басқа жолдастары отыр ма, ол өзгесін қойғанда тіпті Жұлдыздың атын да атамады. Мүлдем ондай қызды жақсы көрмек түгіл білмейтін тәрізденді. Ал шынына келсек, ол араққа қанша салынса да Жұлдызды бір секунд, бір минут ұмытып көрген емес. Жұлдыз деген махаббат енді оның жазылмас кеселіне айналған. Тіпті кейде Еркебұлан арақ-шарап буымен балқып, қиялымен Жұлдызды көз алдына елестететін болды. Онымен көбірлеп сырласуды шығарды. Енді араққа осындай тәтті қиялдарға беру үшін, Жұлдыз деген тәтті тілегімен сырласу үшін ішетін болды. Неғұрлым арақты көп ішсе, соғұрлым Жұлдызды әлсін-әлсін көз алдына елестететін күйге жетті. Осылай ой, қиял орманына кіріп кеткен Еркебұлан ішкен арақтың әсерімен енді Жұлдыз деп шатаса бастады. Еркебұланның күннен күнге құрып бара жатқан жолдастары да, Қайназар да көріп жүрді. Бірақ бірде-бірі сен бұзылып барасың, ішуді қой демеді. Арақ пен Еркебұланның арасына ешқайсысы араша түспеді. Әсіресе жан жолдасы Қайназардың қылығы түсініксіз еді. Бұрында Мәскеуде оқып жүргенде Еркебұлан кейде ішетін. Тіпті ондай жағдай кейде бір жетіге де созылатын. Еркебұлан өзінің әр нәрсеге қызығымпаз, ергіш мінезін жеңе алмай қалатын. Мұндай жағдайда Қайназар оған: «Мұныңды қой, әйтпесе әкеңе хат жазамын» деп қорқытатын. Алдында келе жатқан сессиядан жасқанып, не Қайназар әке-шешеме менің арақ ішіп жүргенімді хабарлап қояр деп Еркебұлан бірден қоятын. Қайназар Еркебұлан қылығының барометрі тәріздеді. Егер ол ұрысса, не жанжалдасса, өзінің бұрыш жүре бастағанын бірден түсінетін. Бұндай түсіну тек арақ-шараппен байланысты болмайтын. Кейде Еркебұлан мұз ойнаққа коньки тебумен өте шұғылданып, әрине бұндайда Еркебұлан сабаққа қарауды ұмытатын. Кейде киноға парқыштап та кететін. Бұның бәрінде де Қайназар дер кезінде табылатын, тоқтау салатын. Ал бұл жолы Қайназар бұның бірін де істемеді. Тіпті іше түссін дегендей. Еркебұланның ішімдікке ақшасы жоғында ақша тауып берді, бар жамандығына көмекші болды. Еркебұланды расымен арақ ішсін, әбден масқара болсын деп, оған ішуді қой демеді. Неге? Деген мен түсініксіз қылық. Досың түгіл қасыңнан күтпейтін сұмырай қылық. Ал шешесі Қырмызға келсек, оның құр шықпаған жаны жүрген. Мұндай қылық білдіріп көрмеген баласының алғашқы кездегі ішеріндеріне бәлендей қобалжи қоймаған. Денсаулығы мықты ғой, қызының кетіп қалғанына күйініп ішіп жүрген шығар, әлі-ақ қояр деп ойлаған. Бейшара ананың бір кемшілігі баласының Жұлдызды қаншалық жақсы көретінін білмегендігі.
Бұрынды соңда Жұлдызды әкеп таныстырғанға дейін Еркебұлан қосылайын деп жүрген қызым бар деп айтып көрмеген. Тіпті соңынан да Жұлдызға шын ғашық екенін білдірмеген. Титтейінен Еркебұланның жақсы қылықтарына қаншалық қанық болғанымен, оның кей сырын ішіне сақтап, іштей булығып жанып, бірден өртене кететін мінезін білмейтін. Сондықтан бітпейтін қайғы, таусылмайтын қуаныш жоқ деген орыс халқының данышпан сөзіне сеніп, әлі қасіретінен айығар деп ойлаған. Бірақ баласының араққа тым салынып бара жатқанын көріп, кенет қатты қауіптенген. Мұндайда сорлы ананың қайғысында, мұңында өлшейтін таразысы көз жасы ғой. Шешесі жылап та, жалынып та баласының ішпеуін өтінді. Еркебұлан шешесін аяп, енді ішпеймін деп уәдесін беретін. Бірақ сыртқа шықса болғаны үйге мас боп қайтатын. Лажы таусылған қырмызы өздерінің қарлығаш жұлдызының қалай табылғанынан бастап болған оқиғаны Асығатқа айтып берген. Жалғыз Еркебұланның мұндай күйге түскені ғана емес, жоғалып кеткен нәресте қызының табылуы, оны қайтадан адресін айтпай кетіп қалуы, бәрі Асығатты қатты толқытқан. Кенет еңсесін бір ауыр жүк басып, бүкірейіп ұзақ отырған. Соның бәріне сен қалай шыдадың деген бір кезде ол әйелін аяп кетіп. Басқа салған соң амал бар ма деген әйелі күрсініп. Содан кейін Асығат тағы ұзақ уақыт үндемей ойға берілген. Баласының арақ ішіп шатасуы Жұлдызбен байланысты деп шешкен ол ойын қорытып, енді Жұлдызды тез табу керек. Сонда баласы жастайынан салынып ішпеген арақтың кеселінен тез жазылып кетеді. Амал жоқ Еркебұланға Жұлдыздың өзі туған ағасы емес екенін ашу дұрыс. Бірақ оны қайдан табасың? Қай жаққа, қай қалаға кеткен қайдан білесің? Қылмыскер адам емес, заң орындарын тік қойып іздететін. Дегенмен адам ине емес қой, табуға болар. Неғұрлым Жұлдыз тез табылса, соғұрлым Еркебұланым тез жазылады. Осындай шешімге келген әке ертеңнен бастап Жұлдызды іздемек болды. Бірақ қайдан іздейді, қалай іздейді, бұл да оған белгісіз еді. Ал шынына келсе, қазір Жұлдыздың қайда екенін естіген жалғыз ғана адам бар еді. Ол Қайназар болатын. Осыдан бір ай бұрын командировкаға Сібірдің алыстағы қаласы Бийскіге барған бір таныс құрылысшы жолдасы, сонда конструкторлық бюрода чертежница болып қызмет істеп жүрген қазақтың бір сұлу қызы барын айтқан. Сұрастыра келіп Қайназар сол қыздың Жұлдыз екенін түсінген. Бірақ Жұлдыз Бийскіде екен деп Еркебұланға ескертпеген. Неге? Әлде жолдас Еркебұлан өзіне Жұлдыз екеуі неге айырылғандығын айтпағандықтан, бұл жағдай өзіне түсініксіз болғандықтан әдейі үндемей жүрме? Бірақ жолдастың Жұлдызды жақсы көретін біледі ғой. Сондықтан Жұлдызды Еркебұланның есіне түсіріп, ескі жарасының аузын тырнағысы келмеді ме? Солай тәрізді. Өйткені Еркебұлан қанша жасырғанмен оның Жұлдызды жанындай жақсы көретін және сүйген қызынан айырылғаны жанына қатты батып жүргенін білмей ме? Бірақ баласының мұндай күйге жанына жеткені аяздай батып, ауырып қалып жүрген Еркебұланның анасын аямай ма? Еркебұланның серігі деп бұны Қырмызының өз баласынан кем көрмейтінін неге ұмытады? Әлде Еркебұланның қайғысы Қырмызыға шын батады деп ойламай ма? Ол мүмкін емес. Қайназар Еркебұланнан 2 жас үлкен және мектепке барар жылы ма, әйтеуір кішкентай кезінде өзімен ойнап жүрген бір тентек баланың Еркебұланды асыранды өгей бала деп мазақтағаны есінде бар. Бірақ одан бері қанша жыл өтті.